Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауыр тортын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бауырды осылай жуып алып, оны блендермен немесе ет тартқыштан өткіземіз. Үстіне 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Үстіне шым-шым тұз және сүтті қосып, тағы да араластырып аламыз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеде қалдырамын. Ұн қосып араластырамыз. Пістемей құйып, тағы да араластырамыз. Енді табамызды майлап, дайын болған қамырымызды құймақ секілді пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Табамызға пістемайды құйып, пияз бен сәбізді қуырып аламыз. Біздің бауырдан жасалған құймағымыз дайын болды, және қуырып алған салмамыз да дайын. Енді майонезге чеснокты прессе немесе турап салсаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Бауырдан жасалған құймағымыздың үстіне майонез жағамыз, оның үстіне қуырылған салмамызды жағып шығамыз. Осылай кезек-кезегімен жинап шығамыз. Соңында бетін піскен жұмыртқаны ақ уызы мен сары уызын бөліп, теркіден өткізіп, сәндеп шықтым. Осымен бауыр торты дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу.